motherfucker right in the pussy. Видеоны бастамай тұрып, Let's Play, Unbox, интернет әлеуметтік желілерден алынған тауарларды көргілеріңіз келсе, онда QWERTY шоудың арнасына тіркелеміз. Сілтемесі төменде. Және де достар, мен сіздерге Медеу ТВ арнасын ұсынғым келеді. Шынына келетін болсақ, бұл бала шынымен де талантты. Видеоларын көрсеңіздер, өздеріңіздің көздеріңіз жетеді. Себебі бұл бала жасы кішкентай болса да, видеоны өте керемет түсіреді. Достар, кәнеки, артымыздан еріп келе жатқан жас жеткіншектерге қолдау көрсетейік. Сілтемесі төменде. И сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгін біздер GTA 5 ойнайтын боламыз. GTA 5-те жай ғана ойнамаймыз. Бүгін біздер GTA 5-тен бір-екі құпиялар көретін боламыз. GTA 5-тің ішінде жасалған. Ең бірінші біздің қазір көретін құпиямыз бұл Vinewood дейтін осы қаладағы жұлдыздар көбінесе келетін жер, яғни негізі шынында жұлдыздар келеді, енді бұл ойында жұлдыздар жоқ. Кейбір мәліметтерге сенетін болсақ, жаңағы бұл жақта клуб бар емес пе? Сол клубтың ішінде өшім Арианна отырғанға ұқсайды. Шында сол кассир шында Арианнаға ұқсайды. Ал біздің қазір көретініміз өшім осы GTA 5-тің осындай жаман. Біздің қазір көретініміз бұл Vinewood дейтін тау емес. Сіздер енді Vinewood десе алғашқы GTA 5-те енді Vinewood деген кезде бірінші тау естеріңізге түседі, Ал мен сіздерге тауды көрсеткім келіп отқан жоқ. Ал мен сіздерге көрсеткім келіп отқан мына идиотны. Мына идиот неғып тұр мына жерде. Неғыпсың сен? Не? Привет, как ты, дейді, қалайсың, дейді. Мен миларға охотиться етіп жүрмін. Лоботомию деген делаю там. В общем айтқанда, осындай бізде бір зомби бар, оның маскасын былай шешуге болады. Атаңнан әлет. Кет, атаңнан әлет деу керек ондайларға. Өші, мынандайлары миыңды ашып тұрама. Битесің, болды. Басқа не әңгіме керек ондайларға? Fuck you. Түсінің ба? Жыныма тимең. Басына секіріп. Зомби болсан, қайда қалдың ал? Қайда қалдың өлімтің? Біздің келесі баратын жеріміз ол. Біздің келесі баратынымыз ол бір ауылдық жердегі бір дүкеннің үстінде тұрған, мини-маркеттің ішінде тұрған, үстінде тұрған бір дөңгелек, яғни шарик. Ол шарикті біз қозғауымызға болады. Қазір барғаннан кейін түсіндірем. Әзірше біз өзіміз сөйлесе тұрайық. Достар, сіздер көбінесе маған айтасыздар, видео шығар, видео қайда, сен еркеуі не өп өткендісің жаңағыдай. Сен... да ну! Еріншек болып кеткенсің. Сен өше видео шығармайсың. Там, мен шынымды айтайын. Білмеймін, барлық айтады жаңағыдай. Қолым болсамайды деген дәмпісін әңгімелер, мен ондай айтқан жоқ, шынымды айтсам. Мен мойындаймын, бірақ қолым болсамайды. Бірақ та, маған уже ұбытыға 45 күн қалды. Мен өше ұбытыға 45 күн қалса да дайындығы мен нормально дайындық бар. Бірақ та сол дайындық жасап жүрген кезде YouTube есіме түссе білесіздер ғой. Қиналым бар ғой. Шынымды айтсам, видео түсіргім келеді сіздер үшін. Сонда мен кешке қаратай бір қолым босайды. Сол кездерде енді видео түсіріп жүрмін барынша, бірақ соңғы кезде енді өзім түсіргеннен кейін көп мен білесіздер ғой, өзім түсірмеймін. Көбінесе адамдармен көңілді қылып. Вау, бразер. Кеттік дискотека. Мә? Біреу тек жыныңа тиді ма? Тарс, жыныңа тиді ма?
Басыңа айналдырма, тарс. Тек жыныңа тиді ма, тарс. Ча-ча, жүру. Фак. Дадайлар тек алқаштар жүрсе, наркомандар жүрсе, көшеде ұру керек өйсі. Жат. Жыныңа тисе тағы да. Мә, саған. Мен істедім, мен жұмыс істеген жоқпын, мен вообще болған жоқпын бұл жерде. Достар, сөйлесе берейік, әрі қаратай менің бір сосын сіздерге айтар қуанышты жаңалығым бар, менің сапам одан сайын көтеріледі деген ойдамын жақында. What the hell, man? Мен не істедім, айтшы. Прикинь, жарық бітті. Машина. Да, ну, гүлбану. Жақындап қалған кезде бәрі орта жарылып кетті. Ярайды достар, онда біздер мына жерде мына машинаны аламыз да қайтадан қылып жібереміз ғой, қазір бәрін чики-пуки қылып жібереміз, или пуки-чики ма. Хоп, кеттік білеміз. Хопа, хопа. Яу. Yeah, man. No, 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 көңілді өлең екен бір. Мынандай өлеңнен қызықпен кетіп жатқан. Әйтіне бір осындай көңілді өлеңмен, ё-мойо. Осындай көңілді өлеңмен бір жетіп қалайық мына шарға. Бұл GTA 5-те жалпы орғы қарап отыратын болсақ, бұл GTA 5-те құпия деген, тапсаң ғой сол құпияларды. Құпия деген шектен көп. Кейбірлері мына Франклин, ол кімнің баласы дейді. Франклин ол CJ, GTA San Andreas'тегі CJ-дің баласы дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қандай тағы да құпиялар бар GTA 5-те? Солардың бәрін комментарияға жазыңыздар. Бәрін біз бірге ашып қараймыз осындай летсплеймен. Шынымды айтсам, мен бұл GTA 5-тегі құпиялардан кәдімгі бар ғой. Саны көп, шынын айтқан саны көп, бірақ сапасы жоқ құпиялар бәрі. Білмеймін, құпиялардың басы бар, бірақ соңы жоқ, аяқталмайды. Всегда CJ-дің баласы Франклин, оған дәлелі болса кем, болмаса не жақсы. CJ-ді көрдік дейді біреулер, ол фотография қайдағы жоқ олар. Білмейсің, ол фотошоп па, или немесе басқа бірдеңе ма. Ол вообще миға сыймайтын зат, жалпы қарасаңыздар, қараңыздар. CJ-ге вообще ұқсай ма? Түсші. CJ-ға мұнан қай жер ұқсайды? Тек қаралығы болмаса, басқадан ұқсамайды шынын айтқанда. Ал мен жалпы өзім ойымды айтатын болсам, CJ-ға... What the fuck? CJ-ға Франклин көп келмейтін сияқты түрі. Мен ойламайын, Франклин CJ-дің ұлы деп. Себебі Франклин ол вообще басқа адам, қимыл. Оның Франклиннің уже... Франклиннің... тағы жарып кетпейін. Франклиннің қимылдары, мінездері вообще. Қарап отырсаңыздар, CJ-дің мінезіне келмейді. Бұл қанша жерде ойын болса да, біз GTA San Andreas'ты құттай кезімізден бері ойнап келе жатырмыз. Тағы да қандай тайналар бар дейсіздер. Сосын GTA 5-те кәдімгі тауыққа көп бір құпиялар бар. Дым түсініксіз құпиялар, бірақ тауыққа қатысы көп олардың. What the fuck? Тауыққа қатысы өте көп.
GTA 5-ге құпиялардың саны көп, шынымен де айтсаң. Қарап отырсаң құпиялар, құпиялар, құпиялар. Бәрі құпия болып қалады шығар осы. GTA 5-те сосын жаңағыдай кешкі 7-тен кейін ба, 6-тан кейін ба бір тауға барған кезде бір қыздың елесі көрінеді. Ол да шын. Одан кейін қара адам, яғни снежный человек дейді о. Өзі сондай адам снежный человек көрінеді дейді. Ол дәлелдеу керек бәріне. Сондықтан дәлелсіз құпиялар GTA 5-те өте көп. Солардың бәрін біз ашуымыз керек. Қалай болса да біз Шерлок Холмс болуымыз керек ендігі видеодан бастап. Достар, сосын мен осы жақында бір микрофонға заказ берген болатынмын. Бұйырса сол микрофонды күтіп отырмыз енді. Қандай микрофон деген болғанда ертең келгеннен кейін мен сіздерге соны анбокс жасап, яғни оны өзімнің енді ауылымнан алмаймын, бірден қаладан мен бір сайтқа заказ берген болатынмын. Сол сайттан заказбен алам. Сол қалаға барғанымша өзімнің келгенімді барлығын сол видеода түсіретін болам. Видео қылып түсірем. Қазір достар картадан қарап жүрейік. Мына жерде жол бар, так. Міне. Так, осы жерлерде болу керек. Оп, кешірсіз. Құттай чек кеткеннің өзінде. Бұл GTA 5 физикасына әңгіме жоқ, физикасы ұрып тұр. Маған GTA 5-тен шынға сәйкес келетін өте ұнайды. Осындай бір көп ойындар өсіп шықса, ол біз үшін өте керемет, себебі бұндай ойындар адамның бір көшеде бір еркін жүре алмасаң да, машинаң болмаса да, бұл дәл осылай көп заттарды осымен істеп, жаңағыдай эксперимент жасап дегендей бар ғой, болады. Эксперимент жасап бірдеңелер қарауға. Бірақ маған осы шақтар қатты ұнайды GTA 5-тің ішінде. Керемет жерлердің бірі таулаймақ. Өзім сондай таулаймақтарды ұнатам. Достар, бізде 4000 жазылушы болғаннан кейін, шынымды айтсам, баяғыда ең алғашқысында 100 жазылушыдан бастадық. Ең қуанған кездеріміз. 100 жазылушы болғанда қалай қуандым. 100 жазылушы деген мен көңілім, шынымды айтсам, ойындар түсіруге көңілім одан сайын ойындар түсіре бергім келді. 100 жазылушы болғанда не бір 100 жазылушы. Мен ешкімге жаңағыдай ондай заттар айтып баған болатын. Жайлап 100-ден көтерілдік, 100-ден 1000-ға жеттік, 500-ге жеттік. 500-ге жеткенде қандай қуаныш жағдай болды. Ең керемет жағдайлардың бірі. Мен көбінесе пауза ұстап қала бердім. Бірақ білмеймін не үшін ұстап қалғанымды. Көбінесе мен жаңағыдай өзім өнерде жүргеннен кейін көбінесе қолым босамайтын уақыттар шынымен де көп болған жоқ мен. Көбінесе қолым босамай қалатын еді менің. Қазір біз асып кеттік ойын, достар. Мына дөңгелек, бір сөзбен айтқанда, мына дөңгелек құлайма деп ойлайсыздар ма өздеріңіз жалпы? Құлайды деп ойлайсыздар ма? Бұның астан машинамызды қойып қарайықшы. Мүмкін машина оны тоқтатып тұр. Мүмкін, бірақ та ықтималдылық 10-нан 1. Айт көрейік. Қазір мынаның үстінен барып, мынандай нән допты неге қаттырақ сваркілемеген деген ой келді ең бірінші маған. Оп, болды, құлады. Астына түсу керек. Да, ну! Ёбаный жин. Да, ну. О. Хе-хе. Ой. Кеттік, біз артынан қоямыз бұны. Ема.
Ема. Кеттік артан қоғамызға жетіп алсақ екен тек. Жаңа жете алмай қалдық қой. Қайыққа қарай түседі екен деп ойлайсыздар. О, кетіп бара жатыр әне. Ема, осындай поражение жасайды кейбір кезде. Жолда форсаж жасап жүр мынау. Мына дөңгелектен артан қоғамыз біз енді. Кеттік. What the help? Кеттік. Ох, бай, мынау тоқтаған сияқты. Осы артық қаяққа апара аламыз біз аны. Өшім айтқанда, біз мына шарды да таптық, бірақ косякқа да кіріп кеттік. Машина да шықпай қалды, шар да шықпай қалды. Бәсі. Білмеймін қай жерге кіріп кеткенбіз. Да, мынандай жағдайға дейін тұрып қалды ма не? Ох, прикиньте. Машина шықты. Так, біз мына жақтан итерсек қалай болады екен? Бірақ машина артқа немесе алға кез келген жаққа жүрмей қалды. Так, біз мына жерден шарды шығаруымыз керек қалай болса. Шар. Мына шәкеңді шығаруымыз керек біз мына жерден. Ох, ема. Достар, біздер осылай осы бір осындай аздаған құпия десем де болады, немесе қызықты заттар десем де болады. Көрген болатынбыз қызықты заттарды GTA 5-тегі, әлде де көреміз. Егер де осындай видео түсір десеңіздер, мен түсірейін, комментарийге жазып кетіңіздер. Бұл бір өзімде осы GTA 5-тің құпияларына соң кезде қатты қызығып жүрмін, себебі GTA 5-те құпия өте көп. Әңгімесі жоқ құпиялар GTA 5-тегі. Так, мына жерден қалай шығар? Да, no уже. Fuck you. День солнышный он. Так енді. Мына жерде тіпті түсініксіз қалай шығарып болатын. Так, артқа шығамыз екен. Достар, міне осылай өзіміздің летсплейімізді бітірейік. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше. Ё-моё, не өкіп бітті. Жарайды, салыңыздар. Мына біреудің фирмасы. What the hell? Қазір қалаға дейін ұшамыз.
Ne deli ıslat. Ya, ya, ya.